бір қыздың жан ұшыра айқайлаған дауысы қара түнді қақ жарып елтелең еткізді. Денесі ыстықтан күйіп, жүрегі қысып тұрған қыз бұндай ауруға шыдай алмай жан сауғалап көше кезіп кеткен еді. Бұл көшелер біздің заманымызға дейінгі гректердің Кос аралы еді. Аурудың қысқаны сонша қыз әлсіреп, денесі жерге сылқ етіп құлайды. Қыздың әкесі жаншыра жүгіріп, көмек қолын берді-ау деген адамды өз үйіне алдырады. Бұл адам сол заманның дәрігері еді. Дәрігер қызға қарап тұрып, бұрын мұндай ауруды көріп едім. Бұл жас қыздарда көп кездесетін ауру. Менструациясы келген қыздардың қаны венаға тарап, жас қыздың ақыл есін ауыстырады. Сенің қызың өз қанына өзі тұншығып жатыр. Емі тек тезірек күйеуге тиіп бала табу ғана, дейді дәрігер. Бірақ осы кезде Кос аралының екінші жағында орта жастағы күйеу мен бала шағасы бар бір әйелдің аузынан көбік ағып, көзі аларып, аузы қисайып жатқандығы туралы шұғыл хабар келеді. Денесі бозарып, тынысы тарылып, ішін ұстап бүк түсіп жатқан орта жастағы әйелге келген дәрігер былай дейді. Сенің маткаң кеуіп қалған. Себебі бала табуды қойғансың. Матка ылғалды жер іздеп, сенің бауырыңа көтеріліп, ауа жетпей тынысың тарылып жатқанда соның әсері. Сен өз маткаңа өзің тұншығып жатырсың, дейді. Бұл кездегі дәрігерлердің ойынша, әйелдің маткасы әйелдің денесінің ішінде қаңғып жүретін орган ретінде саналды. Грек еліне жайлап тамырын жайып келе жатқан христиан діні де әйелге бөгде еркектің қол ұшын тигізуіне тыйым салып, тіпті өлген адамның ішкі құрылысын кесіп қараудың өзін қатты қаралайтын еді. Әйелдің денесі күнәға толы дене, бұлардың ауырғаны өтірік. Ауырса да өз жасаған күнәсін өтеп жатыр деп ойлады. Еркектер дұрыс жаратылыс, ал әйелдің денесі тек бала тууға арналған құрал ретінде есептелді. Еркектерде жоқ, тек әйелдерге тән жаратылыс матка барын ғылыми жаңалық қып сол кезде ашқан еді. Бірақ оның қалай жұмыс жасайтынын білмеді. Барлық түсініксіз ауруды маткаға жаба берді. Тек Гиппократ қана әйелдің ауруы оның жасаған күнәсі үшін берілмегенін, әйел мен еркектің ағзалары әртүрлі, сол себепті әртүрлі ем-шара қабылдау керектігін жазады. Ешқандай адамды бөліп жармай, қолдан келгенше көмек беру керек деп есептеді. Өкінішке орай, бұл кезде ежелгі гректер арасында әйелдердің ешқандай құқығы не бостандығы болмап еді. Еркек қана билеген заманда әйелдің көретін көрешегі әлі алда еді. Бұл заманда қазақтың жерінде не болып жатыр еді? Әйелдердің алатын орны қандай деген сұрақ туындау мүмкін ғой. Гиппократ өмір сүрген заманда қазақтың жерін атышулы сақтар, яғни скифтер мекен еткен еді. Сақтың қыздары әйелді қызды кемсітудің не екенін білмегенде сияқты. Еркекпен қатар жауға шауып, ел басқарған, өзінің жеке мүлкі, байлығы болған. Тіпті Евразиядан Моңғолияға дейін археологиялық қазбалар жүргізгенде 1000-нан аса сауыт сайманы алтын күмісімен қоса жерленген қаншама жауынгерлердің сүйектерін тапқан. Бұл қазбалардың 37% әйелдердің сүйектері болған. Атам заманнан бері біз қазақтың қыздары еркекпен тең дәрежеде болсақ, қазір неге кем болып қалдық екен? Кімнің пропагандасы және қай ғасырдан бастап алды? Ол жағын өте терең зерттеу керек сияқты.